su, glitserin, adı suatın köpük. Sulardan жасаймыз. Birinci, 2 stakan su, жылы su, onu kıyamız. Al енді 3 қасық глицерин қосамыз. Стаканға ыдыс-аяқ жуатын көбіктің 3/3 құямыз. Енді нанны суға құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Енді бір күн холодильникке салып қоямыз. Қақпағын жауған кетпеңдер. Ертең ашамыз қақпағын. Біздің көбігіміз дайын болды ма, көреміз. Біздің видео ұнаса лайк басыңдар. Біздің канал жазылыңыздар. Пока!